Қайырлы күн қыз-келіншектер, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемі әрі дәмді болып шығатын гүл манты дайындаймыз. Мантының басқа атауы гүлханым, роза манты деп аталады. Сіздерге менің видеом ұнайды деп ойлаймын. Ұнаса, пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Ең алдымен 250 грамм мұздай суымызға бір жұмыртқамызды, бір кішкентай қасық тұзымызды, 50 грамм сұйық майымызды қосып, араластырып аламыз. Енді бізге електен өткізілген 550 грамм ұнымызды салып, жақсылап илеп аламыз. Иі қанғанша ешқандай түйіршіктерін қалдырмай, жақсылап мұжимыз. Мінекей бізде осындай әдемі иі қанған қамыр шықты. Оны біз 10-15 минутқа бетін жауып, иі қанғанша күтеміз. Менде үлкендеу қамыр шыққандықтан екіге бөліп аламын. Біздің қамырымызды осылай қайта-қайта илеген соң бір тегіс әдемі болып жайылады. Сол себептен осылай илеп, тағы 15-20 минутқа бетін жауып қойып қойдым. Қамырымыз дайын болғанша салмасын дайындап аламыз. Ең алдымен орташа көлемдегі 7-8 дана пиязымызды осылай майдалап турап алдым. Пиязымыз біздің көп болған сайын мантымыздың дәмі өте дәмді, сондай бір сулы болып піседі. Сол себептен мен пиязды көптеу қылып осылай тураймын. Алдымен пиязды әбден мұжып алып, суы шыққанша мұжимыз. Себебі піскен кезде фаршымыз бір-біріне жабысқан емес, дара болып, сондай сулы болып, өте әдемі дәм береді. Сол себептен ең алдымен пиязды мұжып алуды ұмытпаңыздар. Мінекей 500 грамм фаршымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Дәміне қарай тұзымыз бен бұршымызды салып араластырамыз. Мантының ерекшелігі қойдың осындай құйрық майын немесе сұйық май қосып және зіре қосып жіберсеңіздер, мантының дәмі ерекше, өзінше әдемі болып шығады. Қамырымызды жайғанша тартылған етімізді осылай қойсақ, бір-біріне дәмі сіңіп, әдемі болып тұрады. Қамырымызға көп көлемде ұн қоспай, себелеп себу арқылы осылай қатты қалың емес, қатты жұқа емес, осылай бір келкі қылып жайып аламыз. Қамырды қалай кесетініміз осы тура видеодағыдай жасасаңыздар болады. Қамырдың дәл ортасынан осылай кесіп, ұзынша қылып шетінен кесіп шығамыз барлығын. Қамырдың салмасын салар алдын осылай сұйық маймен қамырымызды майлап аламыз. Сонан соң салмасын барлығын осылай ұзынша қылып салып шығамыз. Салмасын салып болған соң осылай қамырымызды бір-біріне беттестіріп, дөңгелек қылып ораймыз. Сол кезде роза гүлге ұқсас осындай гүл манты шығады. Манты пісіретін табағымыздың астын майлауды ұмытпаңыз. Барлығын осылай видеодағыдай майлап, ішіне салмасын салып, барлық қамырымызды орап шығамыз.
Барлық мантыларды орап біткен соң пісер алдын осылай бетін сұйық маймен майлап аламыз. Себебі беті қатпай жұмсақ болып піседі. Қайнап тұрған суымызға осылай манты табақтарымызды қойып 45 минутқа бетін жауып қоямыз. Мінекей біздің роза мантылеріміз шықты. Өте дәмді әрі әдемі болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің видеом ұнаса, пікір қалдырып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.